Құрметті оқырмандар, кітап өз құндылығын ешқашан жоймайды жоба аясында таныстырылатын келесі кітабымыз Бәйдібек баба. Бұл кітаптың құрастырушысы Сәрсенбі Дәуітұлы. Алдымен құрастырушы туралы айтып өтерлік. Сәрсенбі Дәуітұлы сонау совет кезінен бастап қазақ әдебиеттану ғылымына адал қызмет етіп келе жатқан ғалым. Атағы барлар бұл кісіні тыйым салынған тақырыптарға салып, өздері тасада қалып, әдебиеттегі заман қысым салған жобаларға Сәрсенбі Дәуітұлын жұмсаған. Әдебиетшінің совет кезінен бастап қазақтың атақты Майқы би, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер туралы да мағлұматтарды жария етіп, кейін кітаптарын құрастырып шығарып бергені де анық. Қазақ әдебиеттану ғылымында осынша әдеби жәдігерлерді қайтарып, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлының әдеби ғылыми мұрасын Мәскеуден әкеліп, қазіргі әріпке түсіріп, кітапқа шығуына көмектескен Сәрсенбі аға өз істегенін еш жерде жария етпейтін ғалым. Үн-түнсіз қызмет етіп келе жатқан Сәрсенбі Дәуітұлы осы қылықтар мен ғалымның ізгілікті болуында насихаттап келеді. Артына қаншама мол ұрпақ өрбіткен Бәйдібек баба жайлы кейінгі кездері көптен жазыла бастады. Алайда әркім әр дәуірді меңзеп, ол кісінің өмір сүрген уақыты дұрыс анықталмады. Осы себепті тарихшылар мен жазушылар бір тоқтамға әлі келе алған жоқ. Бұл еңбекте сол ала-құла пікірлердің бәрі болмаса да, біразы берілген. Мақсаты оқырман қауымға әйгілі би жайында толығырақ мәлімет беру. Осы кітапқа еніп отырған материалдарға мұқият зер салсақ, Бәйдібек Қараша ауылының 5-6 ғасырларда өмір сүргенін анық айтуға болатындай. Ол Кавказдан табылған тасқа қашалған жазудан, жатқан жерінен қазылып алынған теңгелерден байқалады. Сонымен бірге ауыз екі тараған аңыз әңгімелерде ойымызға дәлел. Құрметті оқырмандар, біздің кітапханаға келіңіздер, кітап оқыңыздар.